Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін өздеріңізге неше жылдық тәжірибемнен өткен қызанақтың қатыру 3 жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге алдымен қатыру үшін қызанақтардың свежий, қатты болуы міндетті. Егер жұмсақ, босап қалған қызанақтар болатын болса, ол жарамайды. Және жуып тазалап аламыз. Мен қазір сіздерге бірінші жолын көрсететін боламын. Осылай ішлей қалың қылмай, ішлей жұқа қылмай, осылай видеодағындай етіп турап шығамыз. Бұл бірінші жолы пиццаға және мұздатқышымыздың тартпасын пищевая пленка төсеп, осылай рет-ретімен жайып шығамыз. Екінші жолында қызанақтың өзектерін алып тастаймыз және езгіш, яғни блендердің көмегімен осылай турап езіп аламыз. Арнайы силиконовый формалар бар, болмаса басқа да өздеріңіздің силиконды формалар болса, неше түрлі пішінде бола береді, ол маңызды емес. Қалаған пішіндегі формаларыңызға осылай езіп алған қызанақтарыңызды салып, кем дегенде 7-8 сағатқа қатырып аламыз. Және үшінші жолы, ол ең оңайы, жуып тазалап, осылай мұздатқышқа саламыз. Менде мұнда қатты бірінші жолы міне көріп тұрғандарыңызда оңай алынады пищевая пленка төсегендеріңіз үшін. Және осылай ыдыстарға салып, аузын жауып, мұздатқышқа салып тастаймыз. Екінші жолы да оңай алады, силиконды формадан қарап көріп тұрғандарыңыздай. Бұл екінші жолы қалаған тамақтарыңызға салсаңыздар болады. Сорпа, лағман болсын. Екінші жолы осындай. Үшінші жолы осындай. Бұл да тоже қалаған тамақтарыңызға қуырар алдында салып жүрсеңіз, қабығы алынып, езіліп, әдемі дәмімен қалады. Менде мұнда оның алдында қатырған қызанақтарым бар. Осылай жуып тазалап, пакетиктерге салып тастаймын. Және науда оның алдындағы қатырғандарым. Егер үлкенірек болатын болса, силиконды нелеріңіз осылай бөліп алсаңыздар, бөлінеді ол. Мен бөліп осындай контейнер ыдыстарға салып тастадым, бетін жауып қоямын. Бұл да оның алдында қатырған қызанақтарым, барлығын осылай қоям. Қызанақтарын қатыру 3 жолы осындай болады. Менің қатыру жолымен қатырып көріңіздер, өте оңай және қыстың күні рахатын көресіздер. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Арнамда әлі көптеген тағамдардың рецептері шығады. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.